Сәлеметсіздер ме студенттер? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз тырнақша мен жақшаның қойылатын орындары, тыныс белгілерінің қабаттаса қолданылуы, төл сөздің тыныс белгілері. Осы тақырып аясында мынадай мәселелер қарастырылады. Бірінші, тырнақшаның қойылатын жерлері. Екінші, жақша оның қойылуы. Үшінші, тыныс белгілерінің қабаттаса қолданылуы. Төртінші, төл сөзге байланысты қойылатын тыныс белгілері. Тырнақшаның қойылатын орындары. Дәйек сөз тырнақшаға алынады. Алынған дәйек сөз бірнеше азат жолдан құралса, әр азат жол бөлек-бөлек тырнақшаға алынбайды. Тырнақша дәйек сөзден басталатын жерінен ашылып, біткен жерінен бірақ жабылады. Төл сөз тырнақшаға алынады. Мысалы, еркем, не ғып тұрсың? Деп қала жаздаған Айбала аузына келіп қалған сөзді ердімен бөгей қойды. Сызықшамен жазылған төл сөздің ішінде келген төл сөз тырнақшаға алынады. Мысалы, қорықтың ба шырағым, деді шал. Қорықсаң да айтайын, жаңа итбайдың сарбасы кеп, шахтаға жан жолатпа, ешкімді шығарма да кіргізбеді, деп кетті. Өлең ішіндегі төл сөздер көбінесе тырнақшаға алынады. Мысалы, сарқылмас сөзді таудың бұлағындай, сиқыр көз көлдің сұлу құрағындай, жортады желмаядай шал кеңеске, осылай болған екен шырағым-ай. Көркем шығармалардың ішінде келтірілген үлкенді кішілі хаттар тырнақшаға алынады. Мысалы, екі қыз бұл хабарға өте қуанышты жүргенде қысқаша жазылған хат та келіп қалды. Бұл хатты партиялық билетімді қалтама салып алып жазып отырмын, деп жазыпты ол. Жеке ісіме жазылатын қатты сөгісім бар. Оны ісіммен алдыруға сенем. Мақал мәтелдер тырнақшаға алынады, бірақ оның алды-артынан төл сөзге тиісті тыныс белгілері қойылмайды. Мысалы, қалауын тапса, қар жанады деген мақал үлкен философия. Біреудің сөзі мағына жағынан сөйлемге жанастырыла алынады. Олар тырнақша арқылы жазылады, бірақ алды-артынан төл сөзге тән тыныс белгілері қойылмайды және кіші әріппен басталып жазылады. Мысалы, қазірде де кейбір талантты жазушылар қаламынан шыққан мақал мәтелдерге ұқсас, әрі нәрлі, әрі көркем, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиерліктей сөз түйдектері кездестіруге болады. Объект етіп алынған жеке сөйлемдер, сөздер, не сөз тізбектері, сондай-ақ әріптер, буындар тырнақшаға алынады. Мысалы, тарақ деген сөздегі та буыны ашық буын. Оқулықтарда, әдістемелік құралдарда бұлар тырнақшаға алынбай, басқаша шрифтімен берілуі мүмкін. Біреудің айтқанынан алынған жеке-жеке сөздер тырнақшамен жазылады. Мысалы, Ырғызбайдың осындай көпшілігі бас қосқан кеңесінде зере сөйледі. Бірі дарақы мақтаншақ, бірі ұрда жоқ, даңғой атанғанда, осындай көп жиын үстінде масайып, оспадарлық қылам деп, сондай атақ алатын, деді. Соңғы айтқан мылжың, мақтаншақ, даңғой дегендері осы арада шынымен төрт көзі түгел отыр еді. Кекету, ажуалау және кері мағынада қолдану үшін айтылған сөз тырнақшаға алынады. Мысалы, ақкөңіл ақаң балаңның сырғатпасын сезген жоқ. Зауыт, фабрика, комбинат, трест, колхоз, совхоз, үйім, машина маркасы, ұшақ, тағы басқа қойылатын аттар тырнақшаға алынады. Ал олардың жалпы ресми атаулары тырнақшаға алынбайды. Мысалы, ертіс пароходы, қазақ тілі қоғамы. Газет, журнал, кітап, шығарма, қаулы, кино, тағы басқа аттары тырнақшаға алынады. Мысалы, ана тілі газеті, қозы көрпеш баян сұлу пьесасы. Кейбір ойын, әдет салт аттары тырнақшаға алынады. Мысалы, қол ұстату, шаш сипату деген атақтарымдар осы. Үлкендер зор меженің бірі деп білетін өмір белі ұрын бару болса, абай содан асты. Атындағы деген сөзбен келген атау тырнақшаға алынбайды. Мысалы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. Мекеме, ұйым, тағы басқа ресми атаулар тырнақшаға алынбайды. Мысалы, мемлекеттік банкінің бөлімшесі. Кітаптың аттары библиографиялық тізімдерде, сілтемелерде, пікірлерде автордың аты жөнінен кейін жазылғанда тырнақшаға алынбайды. Мысалы, Мұстафин Г. Өмір белестері, Алматы 1984. Жақшаның қойылатын орындары. Сөйлемдегі негізгі ойды, не бір сөзді айқындау, дәлелдеу, түсіндіру үшін қолданылатын қыстырма сөйлемдер, не сөз тіркестері екі жағынан жақшаға алынады. Бірінші сөзі жалпы есім болса, кіші әріппен жазылады. Мысалы, сал жігіттен Темірбекті ол сал жігіт дейтін еді. Неге қалдым? Белгілі бір сөздерді түсіндіру үшін оның аудармасы, синонимі, тағы басқа беріледі де жақшаға алынып жазылады. Мысалы, 1900 жылдың
желтоқсанда шет елде Искра ұшқын газетінің бірінші нөмірі шықты. Газеттің атынан соң ұшқыннан жалын лаулайды деген нақыл сөз эпиграф жазылды. Алынған сөйлем дәйек сөздің және мысал қайдан, кімдікі екенін көрсету үшін оның соңынан жазылған кітаптың аты, авторы тағы басқа жақшаға алынады. Мысалы, Абайға сүтпен кіріп, сүйегіне сіңген әдебиет үлгісінің бірі халық әдебиеті деп едік. Бірақ ол мұның да қызығын ерте тояттап, ескірген ел даналығын көп ұзамай ақ өзіне мұра санаудан қалған сияқты. Жұбанов Қ. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер, Алматы, ғылым баспасы, 1966 жыл, 296 бет. Драмалық шығармалардағы ремаркалар жақшаға алынады. Мысалы, Аманкелді, Миша, Жайнаққа, әкет мыналарыңды, Жайнақ шапарларды айдап кетеді. Миша, аман қайттың ба? Амандасады. Мәселенің талас я күдікті екендігін көрсетіп, оқушының назарын аудару үшін біреуден келтірілген дәйек сөздің ішіндегі жеке сөздерге не сөйлемдерге қойылатын леп, сұрау белгілері жақшаға алынады. Келтірілген мысал не дәйек сөздің ішіндегі белгілі бір сөздерді не сөйлемдерді санамалап көрсету үшін жол жөнекей қойылатын цифрлар не әріптер екі жағынан жақшаға алынады. Мысалы, жасыл желеген бүркеген қарағайдың арасымен жүріп отырып, Асқар көлдің қабағына шықса, мұз бетінде бірсыпыра кісі сырғанақ теуіп жүр екен. Мұнда үш сөйлем бар. Тыныс белгілерінің қабаттаса қолданылуы. Құрмалас сөйлемдегі бірақ, сонда да, алайда, сондықтан дегенмен сияқты жалғаулықтар түсіп қалғанда, екі сөйлем арасында үтір мен сызықша қойылады. Мысалы, аяғы жоқ жүреді, аузы жоқ сөйлейді. Сызықша нүктемен, үтірмен, сұрау және леп белгілермен көп нүктемен қабаттаса келгенде, сол тыныс белгілерінен кейін қойылады. Мысалы, мен деп, Асқар аз ғана кідіріп бірдемені қиял еткендей бөгеліп тұрды да, көлді жағалап қайтамын, деді. Тырнақша мен нүкте, үтір, сұрау, леп белгілер және көп нүкте қабаттаса келгенде, олар былайша орналасады. Леп, сұрау белгілері және көп нүкте тырнақша алған сөйлемге қатысты болса, олар тырнақшадан бұрын қойылады. Ал үтір мен нүкте тырнақшадан соң қойылады. Мысалы, өзім алып шығайын, деп ойлады Бүркітбай. Тырнақшаға алынуға тиісті құрылым тұтас сөйлем емес, оның ішіндегі жеке сөздер, не сөз тізбектері болса, сөйлем соңына қойылатын леп, сұрау белгілері мен көп нүкте қатар келген тырнақшаның сыртынан қойылады. Мысалы, о, шіркін, осы ән ғой, құлақтан кіріп бойдалар. Сөйлем тырнақша жабылған жерден бітіп тұрса, леп, сұрау белгілері мен көп нүкте тырнақшаның іш жағынан қойылғанда, тырнақшаның сыртында сызықшадан басқа тыныс белгісі қойылмайды. Мысалы, олай болса, деп ойлады Асқар, мынау көш не? Нүкте, леп, сұрау белгілері және көп нүкте жақша ішінде алынған мәтінге қатысты болса, жақшаның ішінен қойылады. Жақшаның сыртына жалпы сөйлемге тиісті тыныс белгісі қойылады. Драмалық шығармалардағы жақшаға алынатын ремаркалардың тыныс белгілерінің орналасу тәртібі мынадай. Ремарка кейіпкердің атынан кейін қатар келгенде, нүкте жақшаның сыртына қойылады. Кейіпкердің атынан кейін нүкте қойылмайды. Мысалы, Баян аз ойланып, үш түрлі шарт қойсам, орындар мысың? Ремарка кейіпкер сөзінің ішінде екі сөйлемнің арасында немесе кейіпкер сөзінің аяғында келсе, нүкте жақшаның ішіне қойылады. Жақшаның алдынан сөйлемге тиісті тыныс белгісі қойылады. Мысалы, Аманкелді, Миша, Жайнаққа, әкет мыналарыңды, Жайнақ шапарларды айдап кетеді. Тырнақшаға алынған дәйек сөздің немесе басқаларының өзі тырнақшаға алынған сөздерден, сөйлемнен басталса, немесе аяқталса, екі тырнақша қатар қойылмай, біреу-ақ қойылады. Яғни ол жалпы дәйек сөздің ішіндегі тырнақшаға алынған сөздерге де тиісті болады. Жақша ішіне алынған сөздердің тұрған жеріне қойылатын тыныс белгісі жақшадан соң қойылады. Сұрау, леп белгілері көп нүктемен қабаттаса келгенде, әуелі сұрау не леп белгісі, одан кейін қатар екі нүкте қойылады. Ал леп белгісі, сұрау белгісі, көп нүкте үшеуі қатар келгенде, мағынасына қарай әуелі сұрау мен леп белгісі, одан кейін бір нүкте қойылады. Лептікте, сұраулықта мәні бар сөйлемдерден кейін леп белгісі де, сұрау белгісі де қатар қойылады. Сөйлемнің қай мәні басым болса, әуелі сол мәнге тиісті белгі қойылады. Бірыңғай мүшелердің не құрмаластағы жай сөйлемдердің арасына көп нүкте тұрса,
үтір қойылмайды. Мысалы, сатылып кеткен бурыл биенің қолындарын кісінікі деуге қимаймын. Іштей өзімсінем, көргім келеді де тұрады, және көре де берем. Қаратпа, одағай сөздерден және сөйлем басында келген иә, жоқ деген сөздерден кейін көп нүкте тұрса, үтір қойылмайды. Мысалы, жаным, асылым, барым бір өзің. Төл сөз екі түрлі қолданылады. Бірі төл сөзді мәтін ішінен бөлмей, абзацсыз қолдану, екінші төл сөзді абзацпен бөліп тастау. Бірінші жағдайда төл сөз тырнақшаға алынады, екіншіде сызықша арқылы жасалады. Төл сөз бен автор сөзінің орналасу тәртібіне қарай тыныс белгілері былайша қойылады. Әуелі төл сөз, одан кейін автор сөзі келгенде, төл сөз екі жағынан тырнақшаға алынады да, автор сөзінен бұрын төл сөз болып тұрған сөйлем хабарлы болса, үтірмен сызықша, лепті болса, леп белгісімен сызықша, сұраулы сөйлем болса, сұрау белгісімен сызықша қойылады. Сондай-ақ көп нүктемен сызықша да қойылады. Мұндайда үтір тырнақшаның сыртында қойылады, ал сұрау, леп белгілері және көп нүкте тырнақшаның ішінде қойылады. Мысалы, мұны мен бұрын бір жерден көрдім, деп ойлады ұста. Бұл кім болды екен, әлде, деп ойлай бастады ұста. Сөйлем тырнақшаға алынған төл сөзбен аяқталып тұрса, нүкте тырнақшаның сыртынан, ал леп, сұрау белгілері мен көп нүкте тырнақшаның ішінен қойылады. Мысалы, ұстаның ойлағаны, мен мұны бір жерден көрдім. Автор сөзі төл сөздің ортасында келгенде, тыныс белгілері төрт түрлі қойылады. Автор сөзі төл сөз болып тұрған тұтас сөйлемді екіге бөліп тұрса, автор сөзінің алды артынан үтірмен сызықша қойылады. Төл сөздің екінші шартысы кіші әріппен басталып жазылады. Мысалы, мені, деді Амантай далаға шыққан Асқарға, губернатор шақырған екен, еріп жүрші, шырағым. Екіге бөлінген төл сөздің бірінші жартысы өз алдына хабарлы сөйлем болса, автор сөзінен бұрын үтірмен сызықша, автор сөзінен кейін нүктемен сызықша қойылады. Төл сөздің екінші жартысы бас әріппен басталып жазылады. Мысалы, жоғары шық, деді үйге кірген Асқарға Балтабек. Ағаңның қолына су құй, қалқан ботагөз. Екіге бөлінген төл сөздің бірінші жартысы лепті не сұраулы сөйлем болса, немесе леп белгісі қойылуға тиісті қаратпа, одағай сөздер болса, автор сөзінің алдынан тиісті леп белгісі не сұрау белгісімен сызықша қойылады да, соңынан нүктемен сызықша қойылады. Төл сөздің екінші жартысы бас әріппен басталып жазылады, ал автордың сөзі кіші әріппен басталып жазылады. Мысалы, бұл не жұмбақ, десті екеуі қосынан. Көл ортасында бұл жалау қайдан пайда болды? Төл сөздің бірінші жартысынан кейін көп нүкте қойылуға тиісті болса, автор сөзінің алдынан көп нүктемен сызықша. Автор сөзінен кейін алдыңғы бөлікке қарай не үтірмен сызықша, не нүктемен сызықша қойылады. Мысалы, жаңа, деді шал сасқалақтап, Итбайдың төре баласы Сарбас солдатпен кеп шешеңді атып өлтіріп кетті. Саған кетті, жасырын. Кейде автор сөзі төл сөздің ортасында бір, соңында бір келеді. Ондайда автор сөзінің алдыңғысына тыныс белгілері төл сөздің екіге бөлініп қолданылғандай қойылады. Соңғысының алдынан әдеттегідей тыныс белгілері қойылады. Мысалы, алдыңғы күні барлаудан қайтып келіп, сен маған санитар машинасымен бара жатқан бір қазақ қызын көрдім. Құдай біледі, сол сенің ақботаң, деді. Мұндай ұқсамас, деп бастады да, артығырақ кетіп бара жатқан сөзде аңдап тоқтай қалды. Төл сөзде екіге бөліп тұрған автор сөзінің алғашқы жартысы мағына жағынан төл сөздің алдыңғы бөлігіне, соңғы жартысы төл сөздің екінші бөлігіне қатысты болса, автор сөзінің соңына қос нүктемен сызықша қойылады. Кейде төл сөз бен автор сөзінің арасы де етістігінің көбегінсіз тек іргелесіп тұру арқылы байланысады. Ондайда тыныс белгісі де дәнекері тұрғандай қойылады. Мысалы, мен енді сенімен тілмен емес, мынаумен сөйлесем, Кулаков қамшысын көрсетті. Одан да айт шыныңды. Төл сөзден кейін де етістігінің десе, дегенмен, дегенде, деген соң, дегенше, дегеннен кейін, деді де тұлғалары тұрса, бұлардан соң үтір қойылады. Бұлардан кейінгі сөздер автор сөзі болмай, төл сөз болса, қос нүкте қойылады. Мысалы, Әшірбек сонда да асынып, неге ақырын, дегенде, қатты көмір, деді әкім. Төл сөзден кейінгі де етістігі деді, дебеді, дейді, деген еді, сияқты тиянақты тұлғалар тұрса,
Одан кейінгі автор сөзі өз алдына тиянақты не бағыныңқы сөйлемдер болса, араларына үтір қойылады. Мысалы, менің есебімді бер, деді ол, Кенжетай ұсталып кеткесін. Төл сөз бен автор сөзін байланыстырып тұрған деп етістігінен кейін төл сөзге қатысты етістік келсе, дептен кейін үтір қойылмайды. Мысалы, егер Амантай аман болса, кескіні маған ұқсайды, мен інісі едім дейін, деп ойлады ол. Егер дептен кейінгі етістік төл сөздің айтылуынан соң болатын істі білдірсе, дептен кейін үтір қойылады. Мысалы, 1 сағаттан кейін сыртқа шығарсың, Сикорскийдің конторына кел, деп кейін қарай бет алды.